Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң инкрус отбасы. Бүгін бізде керемет лидерларымыздың бірі, ұлттық директор біздің инкрус компаниясының артында 500-ден астам кісі, 500-ден астам саяхатшысы бар, жақсы бір білікті, өте сыпайы қазақтың инабатты ивалы қызының бірі, Әсел Асылбек. Барлықтарыңызбен бүгін таңғы эфирімізді жүргіземіз. Әселек, бүгінгі эфирімізге қош келдің. Мына бүгінгі таңдар, бейсенбілік таңың берекелі болсын. Барлықтарыңызға бейсенбінің берекесін берсін. Бүгінгі эфирімізді бастайық. Әсел, мына инкрус отбасының, инкрус отбасы шынында жаңағы айтпақшы, барлық жеріміз инкрус болып кеткен ғой. Жатамыз инкруспен, тұрамыз инкруспен, ішімізде де инкрусты көріп жатамыз кейде. Мына инкрус компаниясына қалай келдің? Инкрус компаниясында қалай осы жұмыс басталып, жаңағыдай осы дәрежеге жеттің, То есть команда болды. Қаншалықты инкрузис бүгінгі таңға дейін өміріңе еннен бері осы инкрузис өміріңді өзгертіп бастады. Мен микрофондарды сөндіріп алайын, барлық микрофондарды сөндіремін. Әсел қайттан қосылып аларсың, Все, барлық микрофонды сөндірдім. Қайырлы таң, доброе утро. Арасында орысшам болады. Енді Әселя, кішкене өзіңді таныстырып кетсеңіз, өзіңізді танитын адам бар, танымайтын адам бар, чтобы сізді біліп отыратын, келесі жолы көрген кезде біздің Әселя таңғы ризықта осылай деп айтып еді деп, Құдай қаласа. Қайырлы таң, өте қуаныштымын. Айгүл ханым, енді бір қанша өскеменде біз екеуміз бір сценада болдық. Сол кезде ойлайтын, инкрузиспен кім қалды тағы да сценаға шықпағанда. Сол кезде сізбен де шығып, энергияңыз керемет. Қандай мероприятияда болсақ та, бір-бірімізді ерекше жақсы көреміз де всегда. И осы сіз марафонды бастағанда, таңғы рызықты, сол кезде сізге жазып, осы буквально бір 3 күн бұрын болды ғой деймін. Бір ой келді, сізге жазып, марафонға жазылып қойыншы деп, таңғы эфирді өткізейінші деп. И сол кезде кеше көмекшіңіз жазып тұр. Сол кезде айтам, Алла тағалаға просто андай запрос лақтыру керек те, ол запросқа өзі ответ шешімін өзі жібереді. Кеше тоже партнерларыммен кездесіп жатырмын, и соны айтып жатыр да адамдар. Просто надо мечтать дейді ғой. Сол кезде мечтамыз қабылданып, Алла тағала несін береді деп. Енді өзімді таныстырып өтейін, өте қуаныштымын. Қазір енді міне 154 адам. Жаңа бастап жатқанда айтып жатырмын, біз инкрузиспен и марафонда жүгіреміз, 6:30-да эфирға да кіреміз да. Инкрузис действительно бізді талпындырып, жаңа жақсы нәрсеге үйретеді де, соған өте қуанамын. Енді мен есімім Әсел, фамилиям Асылбек, әкемнің аты. Енді инкрузисқа 2018 жылы октябрьда шақырды. Осы жылда 7 жыл болды клубта болғаныма. Өзім 9 жыл банкте істегем. 9 жыл банкте начальник подразделения. Бірақ енді банкте істейтін адамдар бар болса, чатқа жазып қойыңыздар. От зарплаты до зарплаты деген сөз болады ғой. Турасы дәл сол. Я люблю свою работу, хожу в нее в субботу дейтін бір фраза болатын. Всегда сөйтіп айтатын. Демалыс күні қызымды құшақтап, автобуста суық болсын, әйтеуір сол жұмысымды бітірейінші деп сол банкқа баратын. Сол кезде сондай беріліп жұмыс істейтін банкым, жақсы начальник подразделениеға деген көтерілдім. Зарплатам 180 мың. И сол кезде енді адамдар болады ғой, ішіне бір сұрақ қояды, да? Енді осылай 180 мың теңгемен өмір сүре берем ба деп. Енді я же достойна чего-то большего, да? Предназначение деген сондай ойлар келді 29 жасымда. И айтады ғой жаңағы,
ішінде қандай запрос бар, сол запросқа алла тағала саған жібереді деп. Сол кезде мен ішімде сондай запрос болды. А қызымда ол кезде мектепке барды, бірінші классқа. И мектептегі қасындағы сыныпшылар бәрі ана саяхатқа бармай ма? И сол саяхатқа барғанда каникулдан бәрі айтады, біз Дубайға бардық, біз Египетқа бардық, Айзере анда барды деп. Соңғы қызым жылап келеді. Мама, менің класстастарым анда барыпты. Еще ана ютубтан көреді неше түрлі блогерларды да, саяхатшы. Содан кейін маған айтады, мама, біз қашан барамыз? Қашан саяхаттаймыз деп. Енді ол кезде балаға, енді бұрында біздің ата аналарымыз жоқ десе жоққа көніп жүре беретін. Қазіргі бала жоққа көнбейді. И сол кезде жоқ деп айта алмайсың қызына. Мне скоро, қызым, точно барамыз, вот-вот барамыз. И сол кезде помню, ана карта желания жазып, сол саяхаттарымды сол жүрген едім. И сол жылы Дана Балтабек деген өз наставнигім Астанада борд директор болып келеді. Еще құдашам болып келеді папа жағымнан. И суббота күні таңертең, ол кезде ұйқышымын. Осындай ерте тұру жоқ. Суббота күні обязательно 10-ға 11-ге дейін ұйықтаймын. И содан кейін мамам оятады, айтады, міне Сәуле апай, сонымен сөйлесіп жатырмын, қызы Дана круизға барып келіпті, мә тыңда деп. Сол кезде ұйқылы көзіммен буквально где-то бір 10-15 минут круиз жайлы айтты. Ол кезде круиз вообще существует деп сондай ой келіпті де. Потому что ана Титаникті мектеп кезімде көргенімді есімде бар. И мен ойлайтын, сол кезде вот как Титаник рухнул, наверное, вот это вообще не пропагандируется, не работает, не продвигается деп. И сол естігеннен кейін сразу шешім қабылдадым. Данадан сұрадым, қайсы программа жақсы, клиент па или партнер ма деп. И сол кезде айтты, мен өзім партнерский таңдадым деп. И сразу сол күні 3-те партнерский программамды алдым. Хотя сол кезде Каспиімді ашқанда не депозитім жоқ, 9.000 теңге ғана бар екен картамда. Содан кейін мамаларымыз да жүз жасасын, любой запросыма да не етпейді. И мамаға айтам, мама, пожалуйста, последний раз, давай это я зайду, еще раз мне помоги деп. И соң мамам ақша береді, тоже ода да жетпейді. Біразын былай жинап, әйтеуір мен өз 9.000 теңгемді жинап, сол Казком картасына салып, сөйтіп төледім іште. И содан чатқа қосылдым. Енді өзім банкте ғана істеп, осы сетевой менде бірінші опыт та. Сондықтан көп нәрсе өзіме мынандай белгісіз болды да, түсінбеймін, бұны қалай жасайды, чатқа қосып қойды, ылғи бақытты адамдар, біреу круизға бронировать етіп жатыр, біреу безоплатник болып жатыр, ол безоплатникті түсінбейсің. Бірақ айтады ғой, наставник достается тому, кто его достает деп. Дананы мазалап, қайта түн болсын, күн болсын, сұрақтарым тоқтамай, пока бәрін түсініп алмағанша, сол сұрақтарымды бәрін Данадан сұрайтын. Даже ана біреу қазір енді рекуррентный бонусты бәріміз түсініп жатырмыз ғой, бұрында 4 рет сұрап, 4 ретінде әрес түсініп, бірақ уже толық компания төлеген бастағанда сол кезде ғана түсіндім да. Сондай шақ болған, бірақ келе салып сразу безоплатникті жасадым бір күннің ішінде. И мына жерде мне тоже мынандай каждыйына андай инсайт сияқты болсын да. Адам, допустим, если көп адамдар безоплатникті аша алмай жатса, ол значит ішіндегі зачемі жоқ та. Зачем мне нужна безоплатка, да? Көбі, даже өз командамда сондай адамдар бар. $100 өзім төлей салам, зарплатам жеткілікті, да? Ақшам артық болып жатыр. Ничего страшного, на зоне комфорта $100 өзім саяхатыма төлей берем дейтін адамдар болады, да? Менікі болса, маған енді ол кезде съемный квартирада тұрам, қызымды бағам дейтін сияқты, кредиттарым бар, жолым бар, тамағым бар да. И ол $100 маған ақша болды.
И получается мен бәрін санағанда зарплатамнан $100 да қалмайды. Сондықтан ішіндегі андай мотивация болды да, мен ол $100 компания беріп жатса, оны алып сол компаниямен шыққан дұрыс деп, да. Сол бірінші. Мен өзім безоплатканы 13-ші компанияда енді ғана кірдім. 13-ші күн болғанда, 12-ші күн кешке жақын маған Дана звондайды, айтады: Әселя, Алматыға Майкл Хатчсон келе жатыр. Үлкен ана балуан шолақта, не Бақшы сарайда немене мероприятие болады, инкрузистің бәрі партнерлары болады. Если сен қазір, ертең бір күн бар, безоплатканды ашсан, сен сол келгенде одан арғы күні награждение аласың. Содан сахнада фотоға түсесің Майкл Хатчсонмен. Ол кезде безоплатниктар бірінші рядта отыратын. Сол кезде енді банкте андай награждение, признание деген ондай нәрсе жоқ та. Сен келесің де кабинетінде жұмысын жасайсың да қайтасың да. И признание дегенде андай айтады ғой, енді қазір я очень много изучаю ішкі дүние, душа деп айтамыз ғой. Вот именно душа требовала вот этого признания, да. И вот даже, наверное, ана $100 сондай қатты мотивация емес, именно признание маған мотивация болды да. Сол признаниеға мен жасаймын деп өз-өзіме айттым. Соң Дана айтты, 12-ге дейін жасау керек деп. Түнгі 12-ге дейін сол 5 адамды, ол кезде 5 адам. Қазір бір адаммен премиуммен безоплатник бола салады ғой адамдар, да, партнерларымызға рахат. Ол кезде 5 адамды сол отказда болып жатыр. Бірақ еш нәрсеге қарамай, просто ана признаниямды алдыма салып, сол нәтижеге сөйтіп жеттім, да. И сразу келесі айы сол кезде признаниямды алдым. Безоплатникті әлі шейін прям помню. Қай адамдар кіргенін бәрін, да, аты жөнін бәрін білем. Әлі шейін командамда. И сол кезде безоплатникті алғанда бір борт алғандай болдым. Жыладым тура керемет. Қазірға дейін білем. Ол кезде ана офиста, сол ана банкте отырып, 11-ге дейін 11:20-да жаптым. Представляете, уже 7 жыл болды, ал сол шақ әлі есімде. Сондықтан ішкі дүниеден өзіңізден сұрау керексіз де, зачем мне нужна безоплатка? Допустим, қазір мне алдыда BBS болады, да, Алматыда. Каждый наставнигіміз бір мероприятиялар өткізеді. Ол кезде, возможно, награждение болады. Или ближайший бір мероприятие, стратегический сессия болып жатады. Вот сол кезде, если признание сізді зажигать етсе, сол признаниеға талпынып, сөйтіп результаттарға жаңа ранктарды сөйтіп, каждый раз сөйтіп ашам өзім. Признание болса, рангты сразу ашам. Сондай, келесі ай сразу мен круиз бронировать еттім. Бірінші жылы уже сразу 3 круизға бардым. Бірақ пандемияның шағына түстік, да. До пандемии 100-ге дейін почти кішкене ғана ана сеньор маркетинг директорға 10 адамдай ғана жетпеді. Январь болды 2020 жыл. Сол кезде жарайды, келесі ай аша салам ғой деп сөйтіп ойлаған ғой. Февральда пандемия басталды, и ана 100 адамым аздап түсе бастады, оборот. Енді, да, каждыйымыз топ-лидерлар еді, көбі пандемияны өтті. Наоборот, пандемия, ол шаққа рахмет айтам, потому что именно сол шақта ана күш жинадым, да. Потому что ана отказ болса талып қалатын партнер болатын. Да, каждый партнер именно сол иммунитетті жинаса өзіне, сол иммунитетпен қатты пысып, ары қарай уже смело, қазір отказ болса бір просто ғой бізге, да, бір просто обычный сөз сияқты, ары қарай уже танк сияқты бронежилетіміз бар, танк сияқты жүре береміз, да. Бірақ айтады ғой, вот если партнерлар көп уақытта ранг аша алмасаңыздар, ол значит андай бамбук, естіп пе едіңіздер, да, дерево бамбук. Оны салады да, ана семенасын салады, ол жерде көп уақыт жерде созревать етеді, да. И содан кейін бір уақытта сразу міне шыққанда
күніне бірнеше сантиметр болып гигантских размерах начинает расти, да. И сол кезде өзімді сол бамбукпен салыстырамын, потому что 18, 19, 20, 21, 22 жылы мен сеньор аштым. Жылдың басында, сол жылда октябрьда бір айда региональныйды аштым и национальныйды да аштым, да. Мгм. Сол кезде мен айтам, именно сол уақытта пандемия кезінде, сол отказ кезінде мен талып, жоқ, бұл инкрузис мен үшін емес, мен мына жерде жасай алмаймын, аж вот говорю, мурашки, жасай алмаймын деп айтқан кезде, если бы я отказалась от инкрузис, сол кезде сол бамбук сияқты бір жылда 3 рангты ашар едім ба? Вот сол кезде өз-өзіме андай гордость келеді де, вот эта уверенность сразу, крылья расправляются, да, потому что я говорю, Аселя, ты такая молодец, да, что ты не сдалась, справилась со всеми отказами и всеми вот этими ситуациями, которые были. Вот сондай ой келіп жатыр, да, партнерларға таңнан осындай ойды жеткізейін деп, да, қандай преграда болса да, вот еще маған Дана наставнигім бір кезде өйстіп айтатын, Аселя, бір цитата бар, Аселя, если ты сейчас страдаешь, это расплата для твоего ослепительного дальнейшего будущего. Значит, Алла тағала саған көп нәрсе бергелі жатыр. Сондықтан сейчас надо расплатиться, да, вот такими отказами деп. И сол кезде вот сол сөз маған қатты жүрегіме тиіп, мен соны алдым да. И каждый раз бір нәрсе планмен болмаса, допустим, мен айтатын, жарайды, ол значит, мен қазір осындай да өз жағымнан осындай шығын шығарайын, бірақ ертең ол үлкен берекеге алып келеді деп, сондай оймен всегда жүретін. Сол. Өте керемет, Әселек, қараңызшы, шынында мен бұл өмірде шынында жаңағыдай бір компания болып, бәріміз басымызбенен, отбасымызбен осында болады деген адам ойын айтса сенбейтін нәрсе ғой. Бұл біздің компаниямыздың қаншалықты өзінің бір құндылықтары бар, иә? Сіздің өзіңіздің жүрегіңізбен айтқанда қандай құндылықтары сізге мотивация береді? Қандай құндылықтар бар сізді әрқашан алға басқаратын? Біздің осы компанияның ең мықты деген құндылықтарын айтып кетсеңіз. Енді біріншіден, вот енді компанияға келгенде бір марафон өттім. Ол марафонда былай бір задание берді. 100 цель жазыңдар деп. Бір отырғанда 100 цельдарыңды жазып блокнотқа сондай заданияны выполнять етіңдер деп. И содан кейін енді отырмайын ба? Блокнотымды аштым. Цель жазғанда 100 жаза алмадым. 33-ші цельда тоқтап қалдым. Ары қарай я не знаю, чего я хочу. Не то, что даже не знаю сөз емес, ограничиваю себя, потому что дальше как будто не для меня. Ана қиын, да, мен оны жасай алмаймын, ол маған арналмаған нәрсе сияқты болғанда. И сол кезде именно ол басқа этапта инкрузисқа енді келген шағымда. Содан кейін ары қарай мен ойлана бастадым. Именно ана целімді, сол цельдарымды, хочуларымды да көбейту. И содан кейін мен инкрузистан лидерларға қарап, именно солардың цельдарын өзіме да, реализовать в своей жизни. И сол кезде, допустим, вот біріншіден я такая смотрела, думаю, ага, вот біздің лидерлар, да, что они получают? Первое, да, именно бірінші маған вот именно жүрегіме тиген свобода. Потому что өзім 9 жыл банкте істегеннен кейін таңертең кіресің 9-да, да, 6-да тұрмайсың. 6-да тұрсаң, ана начальнигің болсын, басқалар саған қызық қарайды. Аселя, куда ты в 6 часов вообще собралась деген? Работа только начинается примерно, да. И сол кезде мына инкрузистің лидерларына қарағанда таңертең тұрады, без будильника. Да, напомню, біздікіне келіп қонып кететін, да, ана гастроли дейміз ғой сол кезде. Жай жатады, тұрған уақытында тұрады,
барып кафеде завтрагын ішеді, тауға барады, фитнесқа барады деген сияқты. Өзін күтеді, да, салонға барады. Вот именно вот эта свободная жизнь. И сол кезде вот жаңа қайтадан айтып жатырмын ғой, сіздің ішкі зачем болмаса, неге маған бұл керек деген сияқты, да. Ондеше адам талпынып жұмыс істемейді. И сол кезде ол вот это истинное зачем, моя цель, она должно быть истинно моей, именно нағыз маған керек цель. Допустим, мен пример айтам всегда. Осы квартираны алғанда 2019 жылы мамам айтатын, ана съемный квартирада тұрғанда, бізге квартира керек, квартира алу керек, квартира алу керек. И ты живешь на съемной квартире, и ой келеді, да, квартира алу керек. Бірақ мен диванда жатам. И ол квартираға сондай андай керемет талпыныс жоқ та. Бірақ именно инкрузисқа келгенде, Әселя, саяхатқа барасың ба дегенде, сразу энергия көтеріледі, потому что ол маған керек. Именно моя истинная цель, да. Сол кезде мынандай талпыныс жасаймын мен. Содан кейін келесі, вот именно инкрузистан алған келесі целім, инкрузистің лидерларына қарап алған целім, ол жить свободную жизнь, уволиться с найма. И мен сол 2019-да сол цельді қоям. И 7-ші айымда банктен полностью увольняюсь. Мен өзіме маркетинг директорды ашам 4-ші айда. И 7-ші айда мамама ашам маркетинг директор. Сол 2 зарплатаны қосқанда мен банковский зарплатамнан асып тұр. И сол уақыттан уже неше жыл, 6,5 жыл болды ма, найм деген не екенін білмеймін. Таңертең будильник деген не екенін білмеймін. Даже осы таңғы ризыққа будильниксіз тұрдым. Понимаете? И қазір йогама да барам, жұмасына бір рет тауға барып тұрам. Бізде Алматыда тау деген керемет, да. Партнерларыммен кездесем, завтрагымды неше түрлі әдемі кафеларда ішем. Даже кеше бір партнерларыммен кездесіп жатырмын да, бір адресті беріпті де, андай столовый сияқты, да, неше түрлі нелер. Содан кейін адам деген көп. Содан кейін мен айтам, ойбай, давай бір әдемі жерге отырайық дейтін де. Содан кейін ол маған айтады, Әселя, мен сен стористарына қарап қызығам дейді де. Сен всегда андай әдемі, күшті Алматының топовский жерлерінде отырасың деп. Именно сондай цель, сондай өмір, сондай свободный өмір, да, именно инкрузиспен келді де. Бірақ ол цель именно инкрузис арқылы келді. Вот именно бірінші мотивация маған сол болды. Именно неге бұл инкрузиста бизнес жасау керек деген. И әлі күнге шейін вот это айтады ғой, тотальная свобода деп. Ол финансовая свобода, свобода передвижения, внутренняя свобода, да, свобода мыслей, свобода выбора деген. Вот әлі шейін ол свободаны өзім өміріме да, реализовываю. Әлі толық бәрі свобода келген жоқ. Да, финансовый свобода бар. Саяхатқа барамыз, бірақ ішкі дүниенің әлі барлық свободаны шығарылған жоқ. И сондықтан инкрузиста национальный болсаңыз да, интернациональный болса, исполнительный болса да, ол шексіз, ол свободаны сіз дүние бойы да өзіңізге реализация жасай бересіз. Маған сол керемет мотивация біріншіден болды. Келесі ол қызымды саяхаттауға, да. Бірақ, допустим, бірінші круизға барғанда мен қызымды круизға апарған жоқпын. Әлі күнге шейін есімде, сол кезде жасы 7-де и маған айтады, мама, ты же ради меня зашла в инкрузис, почему ты в круиз едешь одна, я тоже должна поехать деп. Сол кезде қызыма былай айтқам, қызым, ол жұмыс ретінде маған бірінші круизіме барып келу керекпін. Зерттеп, ананың бәрін снимать етіп, ролигімді келіп жасап, ол маған бизнесқа арналған бірінші круизім деп.
Енді қазір өзім 7 круизда болдым, қызым 5 круизда болды. 10 шақты мемлекеттен аса уже мемлекет көрді қызым да. И сол кезде қызым айтады: хорошо, да, что я тогда тебя в первый раз отправила тебя одну в круиз деп. Да. И вот действительно можно, көп партнерлар былай айтады да: бірінші круизға бәрі отбасын, жарайды, ақшамыз көп болып жатса керемет. Бірақ ол кезде я помню, перелетымды кредитқа алдым, рассрочкаға. Круизімді компания берген ақшаға алдым да. Бірақ андай, хотя бы вот именно бизнесқа арнап, да. И каждый поездкам, 7 круизім маған круиз емес, жұмыста. Менің жұмысым круизға бару. И каждый раз мен круизда, вот даже осы последний круизім Африкаға болды. И сол кезде кішкене именно сол круизда мен көп сторис салмадым, да, именно в моменте дейміз ғой. Бірақ соның өзінде мен өзіме айтам: жоқ, я должна в прямой эфир выйти, да. Сол круиздан каждый круиз аз болса да бір неме результат немді жасаймын, да, эфирімді шығарып. Сол мотивация болды. И, конечно, родителей, да, вывести родителей. Алдыңғы жылы әкем о дүниеге кетті. И оны мен үлгердім, круизға апардым. Еще бір лете осы кухняда отырғанда папам айтатын, бір видеоны көрсетеді: әне менің досымның қызы оған машина сатып беріпті деп. И сол кезде андай папамның бетіне қарағанда андай болып тұрды да, как будто маған айтпайды енді, маған машина сатып бер деп айтпайды енді қызына. Бірақ ішкі дүниесін көріп қалдым да, что папаға вот сондай подарок жасаса, как он будет гордиться деп. И өзіме сондай цель қойдым да, именно папама машина сатып берсем деп. И именно топ-лидерский рангты ашқанда, национальный директор болғанда бірінші машинамды өзіме алдым. Бірақ ол машинаны папа қатты жақсы көріп қалды. Салонын жасап, ішкі ана чехолдарын кигізіп, ковриктарын кигізіп, содан кейін мама где-то 4 айдан кейін маған айтады: папана өте сенің машинаң ұнап қалды. Көрдің ба, тура талпынып ана машинаңды күтеді сенің деп. Содан кейін маған айтады: может, сен ана өз машинаңды подарить етіп, сен өзіне басқа аласың салоннан деп. И сол кезде я говорю: ендеше менің арманым тезірек орындалады екен ғой, папама машина берсем деп. И сол кезде өзіме машина алам. И папама өз бірінші алған машинамның кілтін берем. Сол кезде папам жылап, и сол кезде айтам: енді қазір қасымда жоқ болса да, именно соны всегда ұмытпаймын да, инкрузис маған соны бергеніне. Соған өте ризамын. Өте күшті құндылықтарыңыз. Папаңыздың иманы жолдас болсын, иманды болсын ол кісі. Өмір жалғасады ғой. Қандай жетістік болса да, ар жақта тұрса да, папаңыз қатты қуанады, әрқашанда қолдайды. Сондықтан бізде енді инкрузисіміз шындығы құндылықтар өте көп. Отбасылық құндылығы мен үшін өте маңызды, өте күшті. Сондықтан сіздің де құндылығыңыз солай, отбасылық құндылық екен. Бүгінгі таңда күнделікті мотивациясыз қайдан аласыз? Командаңызбен жұмыс жасағанға 500-ден астам кісі бар ғой сізде. Әрбір адамның көңілін табу деген болады. Олармен бірге бірігіп, жаңағы өзіңіз айтпақшы, BBS-ке де қатысу керек, бүткіл барлығын жасау керек. Оларға да талпыныс беріп, мотивация беріп, олармен күнде жұмыс жасау керек. Сол мотивацияны сіз қайдан аласыз? Мен вот буквально вторник күні не бердім, планерка бердім. И сол кезде сол тоже цель затронула, вот эту тему затронула командаға. Именно вот мынандай пример келтірдім де, именно вот откуда появляется энергия, да? Потому что вот еще Гүлжиян айтты ғой бізде понедельник күні директорский планеркада. Нет энергии, что адам энергиясы болмаса, ол вообще просто как овощ жатады да. Оның ешқандай талпынысы жоқ ішінде.
энергиясы жоқ болса, ол вообще түк істей алмайды. Ол қандай ақшасы болса да, қандай керемет үйде болса да, қандай керемет мемлекетте болса да, оның ішкі энергиясы болмаса, ол еш нәрсе жасай алмайды бұл өмірде, да. И ақшадан да құнды ол энергия. И именно сол энергияны қайдан алу екенін маған шешімі именно осы инкрузиспен келді, да. Энергияны беретін самое первое ол цель. Адамда да цель болмаса, ол энергиясы болмайды. Жаңағы айттым ғой, допустим, маманың целі квартира алу, бірақ ол менің целім емес. И ол менің целім болмағаннан кейін мен энергиям, да, жұмыс істемейді. Талпыныс болмайды. Ал енді мен саяхаттағым келеді дегенде, ол менің целім, маған керек. И ол маған энергия береді. Ойбай, Селя, 100% картаға шығу керек, 100% компания арқылы саяхатқа бару керек, перелетыма ақша табу керек, мне инкрузиспен жұмыс істеу керек деген сияқты, да. Машинаны алу керек. Машина алу үшін фундамент бизнесі бар. Значит, осындай оборот жасау керек деген. Сол кезде сенің энергияң именно цельдан пайда болады. Бірақ біздің андай бастауыш партнерларға айтатынмын, да. Вот, такая от меня, да, вот, чтобы вы это вот тоже на это обратили внимание и сделали это. Вот қараңыз, вот два примера. Вот партнер, вот и вот еще один партнер. Вот один партнер это я, да. Когда я начала, именно мен бастаған кезде менің целім айтады ғой, стань как борт деп. Прими решение, что ты борт. Одень этот пиджак борда, да, сөйтіп айтамыз, да. Ана борттың пиджагын ки деп. И сол кезде, вот мен енді бастағанда, в первую очередь мен ана кабинетті зерттеп, наставнигімнан бәрін сұрап, сол кезде мен өзіме былай айтам: Асел, біз бұл компанияда 100% борт боламыз. Сол кезде мен партнер, который 2018-де осындай ішкі шешім, да, қабылдағанда, мен, получается, андай айтады ғой, ана стрела болады ғой, ана лук. Вот это стрела. Біз аламыз да, былай натяжение жасаймыз да, ана стреламызды лақтырамыз, да. Лақтырғанда ол бортқа дейін, получается, цель борт, получается, мына стреланы ана цельға дейін направлять етем. И ол менің жаңағы қалай айтады, вот этот лук, да, вот эта стрела, она еще летит. Мен, получается, мне борт деген ол ар жаққа ұшып бара жатыр ғой. А мен, получается, ол ұшып бара жатқан ортасында. Национальный болсам, қазір мына жерінде тұрмын. Бірақ бортқа дейін әлі ана стрела маған ұшып бара жатыр. Сондықтан ол ұшып бара жатқанда маған энергия береді. Потому что менің алдымда әлі ана борт былай маяк болып тұр. Цель болып тұр. Мен оны әлі жеткен жоқпын. Вот именно сол жеткенге дейін менде энергия бар. Потому что именно ол цель маған энергия береді, да. Ал енді басқа партнер. Ол енді кірді. Болады ғой осындай, наверное, да, сізде де ондай партнерлар бар. Мен ана круизыма дейін жетсем екен деп, да. Получается, ана круизді, бірінші круизін мынандай бір біз борт армандаймыз ғой. Ол ана сол круизді былай армандайды да. Андай керемет, үлкен қылдырып. Получается, енді оны жасау үшін бір 30 адам ғой. Да? Иә. И ол ана стреласы былай, мен стрелам былай әлі ұшып бара жатса, оның стреласы ұшып, 1-2 айда ол цельға дейін жетеді, круизына барып қалады, келеді, болды. Лежит как овощ, да? Нет энергии. Міне инкрузисті бастайын десем, білмеймін, неге бастай алмай жатырмын деп па? Иә, ондай да болады. И вот именно маған ішкі энергиямды беретін, что мен сразу целімді алыстап қойдым, да, бортқа дейін. 7 жылдың ішінде, вот, да,
а, вот прям действительно говорю, бір летте де бір ой келген жоқ. Мен инкрузисті тастаймын деген. Бір летте де 7 жылдың ішінде бір сондай ой келген жоқ. Тіпті. Келесіден мен борт болмаймын деген бір летте де ой келген жоқ. Понимаете? Получается, мен каждый день, даже вот папам, да, 3 жылдай қатты ауырды. Ауырса да, вот именно инкрузис маған андай талпыныс беретінде, энергия беретінде, что даже қиын шақта да, даже осы жылда қайғымай, именно инкрузис сол энергияны беріп, маған андай талпыныс жұмыс жасайтынға сондай болдым да. И көбі партнер маған былай айтады: Аселя, мен саған өте қызығам, сен андай қандай мықты адамсың деп. Негізі сол мықтылықты, сол целін беріп тұр да маған. Потому что мен ол цельға дейін әлі жеткен жоқпын. Бірақ бортқа жеткеннен кейін уже айтады ғой: а если я достигну этой цели, что мне тогда делать дальше деп. Ол кезде ары қарай уже басқа цель қоясың да, которая именно сені зажигать етеді. Вот сондай энергия береді адамды. Керемет. Мақсатымыз бізді алға сүйрелейді. Да. Мақсатымызға жету үшін бізге Алла күш-қуат береді, иә. Бәріміздің, мысалы, менің де сол сізден айтпақшы, сіз айтпақшы, мақсатым болғандықтан таңғы ризыққа да таңертең тұрамын. Осы 7 ай бойы біз жүргізіп жатырмыз. Қаншалықты да бұл да энергозатратно деп айтады ғой. Бірақ мен шын жүрегімнен қуанып күнделікті таңғы ризықтағы біздің шығатын спикерлермен мен өзім қанша энергия алып отырамын. Ол содан басталады ғой негізі. Хорошо, күшті айттыңыз. Ол біздің қазіргі таңда бұрыннан келе жатқан партнер болсын, қазіргі жаңа қосылған болсын, олар үшін өте күшті бір не болды ғой, сызып қоятындай инсайт болды деп ойлаймын. Бұл салада жаңадан бастаған адамдарға ең басты білетін нені білу керек деп ойлайсыз? Қандай насихат беретін едіңіз енді бастап келе жатқан адамға? Сол цель қою біріншіден. Потому что ол цель қоймаса, опять же, да, ол энергиясы болмайды. Вот это зачем мне вообще инкрузис, да? Зачем мне бизнес инкрузис? Ол тогда ішкі дүниесі түсінбейді, да? Не үшін оған инкрузисті вообще жасау керек? Вот мен партнерларым, допустим, әлі күнге шейін айтады ғой, национальный директор болса, наверное, уже личный партнерларымды жазбайтын шығарсың деп. Вот кеше бір партнерда, получается, до сих пор национальный болсақ да, личный партнерларды жазамыз. И вот каждый вот жаңа партнер келгенде, мен біріншіден былай айтам: давай определимся с большой амбициозной целью. Жаңағы мен айтып тұрмын ғой, менің целім борт болса, сенің целің қандай? Бірақ борт деген, ол борттың артында ақша бар ғой, доходы бар, сенің ішкі ойлаған өмірің бар. Идеальное утро дейді ғой, какое твое идеальное утро, да? Вот именно бортпен ол басқа нәрселер келеді ғой, свобода келеді, ішкі дүниен өзгереді деген сияқты. Именно сол мы прям партнерға қосылғанда мен андай айтам: көзіңді жап, давай представим. Вот представь, вот твой идеальный день там через год, через 5 лет. Как ты себя видишь вообще? Где ты живешь, где путешествуешь деп сөйтіп не кетеді? Медитация кетеді бізде. Біріншіден біз сөйтіп бастаймыз партнерлармен. Сол кезде мен ана партнердің целін шығару керекпін. Мне нужно выявить, да, о чем он мечтает вообще. Бір партнерім былай болды. Бастағанда, допустим, его цель неге инкрузисті жасау керек? Баласы шетелде тұрады екен, и 5 жыл Америкада тұрады, 5 жыл оны көрмепті. Да? Грин-картамен уже там, да, присвоил. В Америке живет. Ол Қазақстанда 5 жыл өз баласын көрмеген. И сол кезде айтады: мен Европаға барам. Соң Европадан кейін американский круиз алам. Ол американский круиз визаны алу үшін, круиз алу үшін, перелет алу үшін ақша керек. Сондықтан мен қазір соған талпыныс жасам. Да, получается, его первозданная сондай мотивирующий он цель
сол да, получается, ну, инкрузис инструмент келді ғой, келді. Инкрузис ол цельді реализовать ете ала ма? Ете алады, через инкрузис, да. И сол кезде каждый адамда өз сондай зачем, да, зачем мне инкрузис? Вот сол именно партнерларға соны айтарым. И содан кейін вот маған көмектескені, да, наставник достается тому, кто его достает. Именно на наставнигіма шексіз рахмет, потому что басқа этапта түн болсын, күн болсын да мазасын алып, неше түрлі вопрос задавать етіп, именно сол ішкі дүниемді біліммен толтыру. И сол кезде мен мынандай пример жасаймын да всегда. Я люблю всегда через примеры, да. Вот мектепті, вспомните мектепті. Вот класста отырамыз ғой, 30 адам бала болса да, дайындалып отырған бала, ол бірінші рядта отырады, и қолын всегда можно я деп, да, қолын көтереді. Білмей, дайындалмаған двоечник артқы партада отырады и былай тығылып отырады, мұғалім сұрағанда, да. Почему? Потому что ол дайындалмаған, неуверенный, да. Сол кезде міне инкрузисті енді салыстырғанда, Дана Балтабек наставник, салыстырғанда, бізде де осы инкрузиста либо сен отличниксің, либо сен двоечниксің. Енді сен ішкі дүниеңді отличник, да, білімге толтырып, отличник болу керексің. Допустим, вот бүгінгі таңғы ризыққа мен дайындалып келген жоқпын. Даже кеше сіздің да, көмекшіңіз жазғанда, андай, қандай сұрақ қояды деп. Ондай болған жоқ менде. Потому что ішкі дүниен білімге толып тұрғанда, сен не айтатынды білесің де. Потому что мен инкрузисті любой вопрос зададите мне, любой вопросқа ответім бар. Потому что басқа этапта мен ол ішкі дүниемді наставник арқылы, вебинар арқылы, планерка арқылы, неше түрлі мероприятие арқылы сол ішкі дүниемді сол білімге толтырдым. Бірақ әлі күнге шейін бір кино көрдім, Бог богов Махадев деген, да, буддийский такой фильм про Алла Тағала туралы. И там задали такой вопрос. Шива, ответь на вопрос, а что бесконечно деп сұрақ қойып жатыр, да? И сол кезде Шива отвечает, знание бесконечный деп. Адам айтады ғой, ой, мен ананы білем. Біздің топ-лидер, даже вот, да, Султанан всегда, да, пример ставлю. Даже пример амбассадор. Қандай табыс табады, да? Мен бәрін білем деп ол да айтпайды. Потому что каждый раз Тони Робинсон болсын, неше түрлі саммит болсын, басқа мемлекеттерге барып, үлкен адамдардан уже білім алып жатады. Даже сол білімді алып жатқанда, ол айтады, я это не знала деп. Да? Мен әлімге шейін, мен в первую очередь, допустим, даже вот айыма цель қойғанда, осы айда не істеймін? Сол кезде 20% у меня обучение обязательно. Вот, допустим, осы айда мен на трансформационную игру записалась, да, ішкі дүниемді шығару үшін. Тағы да немене путь бардаға барамыз, анда барамыз, обучение өткіземіз. Каждый понедельник борттардан обучение алып отырамыз, да. Получается, мен обучениені даже планерка болып жатқанда, мен мынаны білем деп тыңдамаймын. Каждый раз, как будто мен бірінші класста келіп отырған бала сияқты тыңдаймын оны. Да? Потому что даже бір сөзді, мүмкін бүгін мен айтқан сөзді сіз миллион раз уже сізге айтты. Бірақ именно мен айтқанда, ол сізге басқалай ішіңізге кіріп, басқалай сізге реализация жасайды, понимаете? Айтады ғой, бір сөзді естіп қалғанда, вот это что-то включается, да. Мен именно саммитқа барғанда, помню, Наталья Шавелла бір сөз айтып қалды. Сол сөзбен бір айда экранды аштым ғой. Сол бір сөзбен. Понимаете? Соответственно, вот именно солай деп ойлаймын.
ең бірінші партнер басталғанда именно сол моменттер, ол цель, да, и наставникпен прям жұмыс істеп и сондай білім алу, да. И сол кезде білім алғанда сіз любой вопросқа, любой қонақта отырасыз ба, сіз инкрузисті айтады ғой, с распростертыми, да, такими плечами будете прям рассказывать, с такой любовью. А когда двоечник болсаңыз, ой, инкрузис лохотронде деп и үндемей қалады, да. Партнерлар обычно солай болады. Ішкі дүниеңізді білімге толтырыңыз. Қандай керемет күшті прям не бердіңіз. Мен өзім де жаңадан қосылған адам сияқты болып сезініп кеттім. Шындығы бізді күнде қандай сабақ өтсең де күнде алғашқы рет сабақ өтіп жатқан сияқты қабылдаймыз ғой. Ол дегеніңіз күшті нәрсе бізді осы жағынан көпшілікті мысалы сондай жаққа үйретеді. Енді қараңызшы әсел, бұл желілік бизнес, иә? Көп адамдар желілік маркетинг пе деп күмәнмен қарайды. Сол сіздің көзқарасыңыз қалай? Қалай сіз желілік бизнесті қабылдай алдыңыз? Сіз қабылдағанда қаншалықты сеніміңіз мықты болды мұнда? Мен вообще бастағанда мен өзім отбасымда жалғыз баламын, да, бір қыз. И мен былай ойлаймын, папамда туған братьев и сестер их 10. И каждыйында мен ғана жалғызбын, а қалғандарында 2, 4, біреуінде 6. И мен былай ойлайтын, ну я же единственная дочь своих родителей. Сейчас я к ним пойду. Они мне все скажут «да». Я, короче, там за 1 месяц открою все ранги на этой планете, да. Бірақ барғанда біреуі жоқ деді, екіншісі жоқ деді, үшіншісі жоқ деді, да. И сол кезде андай болды, да. Почему люди... Я мамаға айтатын, мама, почему люди такие? Я же им такую возможность. Ай, что такие тупые, да? Я же им такую возможность даю деп сөйтіп айтады. Содан кейін қайтадан вот именно білім алғанда сіз өзгере бастайсыз. И бір уақытта мен осындай немене инсайтқа келдім, что люди все нормальные, просто мне нужно внутри поменяться, чтобы люди захотели сказать мне «да». Да? И сол отказ алғанда мен қатты переживать ететін. Отказ алғанда мен прям андай жалғыз балаға болғаннан кейін ба мен андай жылап қалам, өте көңіліме алам дейтін сияқты. И бірақ содан кейін мен өзіме былай, я всегда андай рефлексия дейді ғой, өз-өзіме сұрақ қоям. А как я хочу строить этот бизнес? Я же хочу стать бордом. Маған ұнайды, да, результаттар ұнайды, беріп жатқан возможность ұнайды, ақшасы ұнайды, саяхат ұнайды, да. Бәрі ұнайды, ол маған керек. Бірақ мен отказды алу маған қиын, да, мен отказға очень болезненно реагирую. Но тогда мен былай айттым, мен бұл цельға жеткім келеді, бұл клубты жасағым келеді, бірақ айтады ғой, ана сетевойды адамдар көбі дұрыс түсінбейді де, думают, что біз ана есімізде қалып қалған ғой, андай апалар ана клетчатый сумкамен, ана косметика предлагать, каталогпен жүреді, да, сен офисына келіп каталогты қалтырып кетеді, бір косметиканы предлагать етеді деп. Бізге сетевой есімізде солай қалып қалған, да. И сол кезде менің наставнигім осындай неменемен біз мастер-кит дейтін бір программа болатын. Даже можете, да, қазір GPT бар, просто задайте, вот как убрать установку, даже вот можете так сделать. Вот бірінші практика бізде осылай болды. Закрываем глаза и говорим: я сетевик, я сетевик, я сетевик, я сетевик, я сетевик. И вот сол кезде мен вот так вот где-то бір 50 шақты рет сөйтіп я сетевик дегенде менің сетевик образым андай апа клетчатый сумкамен солай көрінді де маған. Я такая, я не хочу быть таким сетевиком, да, сразу же. Бірақ енді сол образды өзгерту керек. Ол ойды, что сетевик деген ол сондай екенін
ішкі дүниеңді өзгерту керек, көзқарасыңды оған өзгерту керек. И сол кезде а, айтады ғой, вот топ лидерларды не үшін қарау керек? Каждый топ лидеріміз бізде, допустим, да, борттарды қараңызшы, қандай әдемі, да, қандай стильный, қалай күшті киінеді, қандай керемет жерлерге барады, да. Сол кезде ана образ сетевика не бабушка в клетчатой сумке, да, а именно сетевик вот нашей борды. Вот такой образ изменить. Изменить вот этот образ надо. И содан кейін ол бірінші шақ, который мне именно ішімде көмектескен, да. Именно сол образды өзгерту. Келесі маған көмекте, даже мен партнерлармен, опять же, да, новый партнермен жұмыс істегенде, именно сол образға барып қараймыз. Как ты вообще относишься к тому, что ты сетевик? Потому что я сейчас с гордостью говорю, я сетевик, понимаете? Потому что именно сетевой дает вот такую возможность. Бұрында ондай болмады, да, соны өзгерту. И келесіден маған осындай келді. Енді мен всегда айтады ғой, наставнигіңді дубликация жаса деп. И сол кезде менің наставнигім командасы толық Инстаграм арқылы жиналды, да. И у нее не было такого, біреуге жалынып, біреуді шақырып, наоборот, ол ана адамдарға айтып үлгермей үлгермей жататын, да, бәріне айтып, бәрін регистрация жасауға үлгермей жататын, да. И сол кезде мен былай айтатын: ага, значит, менің наставнигім бизнесті, именно сетевойды қалай жүргізеді? Ол адамдарды сұрамайды, адамдарға береді. Еще үлгермейді, да. И я задала себе с таким, айтады ғой, цель, аффирмация дейді ғой. И осындай аффирмация айта бастадым. Менің, в мою команду люди сами просятся. Люди стоят в очередь и просятся в мою первую линию, просятся в мою команду. И я потом запускаю таргет, начинаю, да, вообще не блогер, вообще Инстаграм деген стористі қорқам ондай жасауды. Бірақ именно сол аффирмациямен сол начало реализовываться. Я запускаю Инстаграм, делаю әйтеуір инкрузисті не жасаймын, күнде әйтеуір бір нәрсе жасаймын, соны сторисқа салам. Әлі күнге шейін инкрузис, менің сторисімде инкрузистен басқа түк жоқ. Өмірім бәрі инкрузис. И сол кезде адамдар, действительно, мен ана таргетті запускать еткенде, тогда, енді қазір ондай заявкалар жоқ, бірақ тогда бір күнде 100 адам жазатын ғой. И мен действительно ана адамдарға үлгермеймін ғой бәріне айтуға. Даже айтпаған адамдар да қалды арасында. Понимаете? И сол кезде, получается, мен ана күнімді, айтады ғой, заполни свой день чем-нибудь, чтобы ты перестал страдать. Потому что адам ана прокрастинация дейді ғой, просто жатқанда ол неше түрлі ой келеді де, ой, мен жаманмын, ой, бұл сетевой маған емес, ой, мен жасай алмаймын деп ой келеді. Ал енді саған күніне 100 заявка жазып тұрса, ондай ой келдіретін уақыт та жоқ қой. Понимаете? Именно вот сол маған қатты көмек болды да. Басында именно сондай перестройка өзіме жасау, да. Өте керемет, өте керемет. Қаншалықты мен өзім қазір бүгін қанша инсайт алып жатырмын. Рахмет. Камера қапты ғой. Қаншама инсайт алып жатырмын. Ол да век живи век учись дегеннің бірі шығар. Жаңағы өміріміз сол мүлдем сабақ, не дейді, жаңа білім алуменен біздің өміріміз сонымен мағынасы мықты дейді ғой. Айттыңыз, енді өзіңіздің саяхаттарыңыздың, круиздарыңыздың қызық болған бір круизіңізді айтсаңыз. Қандай круизға барғанда осы есте қалардай круизіңіз болды? Күлгілі болсын, қызық болсын, может кейде болады ғой, қызық емес, действительно, бірақ соның өзінде бір есте қалды. Ана бізде бір кім, Жанна Колешева деген национальный директор, ұлттық директор, жолдасымен бірге, енді ол кезде күлгілі жағдай емес, жолдасы паспортын бәрін ұстап алып, аэропортта жүгіріп, жаңа тез самолетқа үлгерейік деп баратса, полиция тоқтатып, сен адамдарды в рабство везешь деп біраз күліп алғанбыз. Ол кезде, конечно, күлетін емес жағдай болған шығар. Біз
сол кезде айтқан кезде біз үшін қызық болды, бәріміз күліп. Сол секілді өзіңіздің саяхатыңыздан осындай бір қызық бір жайтыңызды айтсаңыз. Менде получается вообще каждый вот именно любой топ-лидердан, партнердан сұрасаңыз да, бірінші круиз, первая любовь дейді ғой. Именно первый круиз ол андай әлімге дейін да есімде бар да. Ол круизбен үшінші класстан дружить ететін подружкам Анар. Ол ең бірінші партнерім болды командамда. Сонымен бардым. Ол именно сол қызықты болды, потому что біз ол кезде ақшамыз жоқ сондай көп, да, перелетті арез алдық. Карманный расходыға вообще былай қап алғанбыз. И сол кезде андай кішкентай қалаларда, Арабский Эмиратыда болдық. Кішкентай қалаларда, ой, Гуглдан қарайсың да, и сол кезде Маскат, маленький город, мы, в принципе, порттар қаланың ортасында тоқтайды ғой. И шыққанда сондай шешім келдік те, что экскурсия түк алмаймыз, просто шығып өзіміз кішкене жаяу жүре тұрамыз деп, да. И сөйтіп шыққанда портқа келе жатырмыз, и бір джип тоқтайды, араб. И содан кейін тоқтайды да айтады, ағылшынша. Өз кезде ағылшыншамыз вообще, там, не знаю, 20%, наверное. Бірақ тоқтағанда былай айтады, давайте, он говорит, вы туристы, давайте я вам покажу наш город. Енді қорқытамаймыз ба, да, екі қыз әдемі. И былай сөйлесіп, где-то бір 15 минут сөйлесіп тұрдық. Аты Мұхаммед. Содан кейін ол, давайте я вас экскурсию покажу деп сөйтіп айтты. И біз соглашаемся. И садимся на его машину. Он нас кормит. Весь Маскат показывает. Сол Мухаммедпен до сих пор, он даже со своими детей своих показал, семью свою показал, күшті базарына, площадь, даже менің видеомда бар әлі, инстаграмда, общий видеомда да бар. И мы до сих пор с ним общаемся. И каждый раз былай айтады, Аселя, если ты будешь кого-то отправлять, там, вот мамам барды, и вот он встречает их. Хотя он бизнесмен, врач, там доктор, там наук каких-то, понимаете? Соответственно, вот маған, вот я всегда сол историяны айтам да, что именно саяхатта сондай андай нағыз достық искренний, да, адамдарды солай танысасың деп. Білмеймін, маған именно сол қатты запомнилось. Ну и Virgin деген круизға бардық. Ол кезде біз барғанымыз ылғи топ-лидер. Толқын Арынова, Ақмарал Қанатбаева бардық, Дана Балтабек наставнигім барды, да. И сол кезде барғанда андай, лайнер Virgin өзі такой тусовочный лайнер. Ана жерде Толқын 50-ден асқан да жасы, Ақмаралдың да жасы 50-ден асқан, біз 30-дан асқанбыз. Даже жасымыз әртүрлі болса да, бірақ андай молодежный, бір-бірімізді тура билеп, неше түрлі нелерге, программа, шоуларға барып, керемет болды. Вот сол немені прям очень помню, андай молодежный күшті болған. Каждый круиз ерекше. Сондай прям андай бір керемет какие-то бір приключения болады ғой, там на рейс опоздал кто-то или еще что-то. Всегда все так вот идеально, жақсы. Греческие острова мне очень понравились, да, 2 жыл болдым ол маршрутта, да. Миконо, Санторини ұнағаннан кейін солай 2 жыл бардым, да. Сондай андай прям керемет сондай бір историялар жоқ, но Мұхаммедті до сих пор общаемся, да, сондай бір жақсы бір дос тауып алғам сөйтіп бірінші круизімді. Өте керемет, шынында басқа елдің адамдарымен достасып, қаншадан араласатынымыз бар, иә. Енді бүгін біздің көрермендерге кезек берейік. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен бағана мына жерде бір сұрақ естідім. Бағана Шавелланы айтып жатырмын ғой, неменеде болдым деп. Саммитта бір сөзі ішкі дүниемді өзгертіп, сол рангты қандай сөз айтты деп жатыр да. Сол кезде Шавелла кредит жайлы айтты да.
менің сол кезде андай кредитім көп болатын. Получается, пандемия уақытында маркетинг болдым. Пандемиядан кейін СМД аштым, да. Маркетингтің зарплатасы негізі, да, енді қазір думаю, блин, Аселя, как ты вообще на эту зарплату, да, жила, енді тәуба. Но, тем не менее, бірақ андай Египетқа поездка болды, бірінші круизім болды, екінші круизім, перелеттарды кредит қалдым, да, рассрочкаға. Потом мына үйді ипотекаға алдық. И сол кезде кредитім көп болып кетті де. Ол 2000 так, нешінші жылы? 22-ші жылы өзіме айтады ғой, ана қазақтарда кредитомания. Кредитомания. Кредит беру, чтобы закрыть кредит, короче. Вот я пришла к такому уровню. И настолько было сложно, что я уже, андай айтады ғой, внутренняя такая, настолько это тебя прям, да, беспокойство создавало внутреннее. Вот тогда айтады ғой, адам, вот свобода, вот найымнан шығып кеттім, да, свободу приобрела, но вот эти кредиты, они не давали мне эту свободу. Вечно давали какую-то тревожность, да. И сол кезде она рассказала, как она была должна. Там, тому должна, этому должна, это не мне. История сол Шавеллы же там тоже она прям благодаря этому все свои долги да закрыла. И сол кезде, у меня вот соны историяны айтып жатқанда, и она вот про цель, какая твоя цель деп. И я помню, соны прям слушала и прям плакала. Сол саммитта я плачу, қасымда Әсел отыр, Ақмарал отыр. Я плачу вовсю. И содан кейін жылағанда я просто вот действительно принимаю решение, что я все, я устала жить с этими кредитами, я закрываю все эти кредиты. И сол жылы, когда я открыла национального, я закрыла все свои кредиты. С этого момента я все покупаю за наличный расчет. У меня нету сейчас ни одного кредита. Я перелеты покупаю за наличный расчет, путешествую за наличный расчет, обучение покупаю за наличный расчет, вещи покупаю за наличный расчет. Это жизнь, которая вот сейчас, я могу сказать, я свободна. Просыпаюсь без будильника, потому что меня ничего не тревожит. Я ни за что не боюсь. Да, я государство, даже в тот раз вот біз имамды үйге шақырғанда, имам айтып жатыр, да, самое сложное, оказывается, это қарыз. Қарыз. Вот почему вот когда, да, шығарады ғой, да, шығарғанда немене жаназада айтады ғой, олар сізге қарыз ба деп, сол кезде жоқ деп айтады ғой. И вот это вот, оказывается, это очень важно, что о дүниеге вот этот қарызсыз бару, да. Вот, ну, для меня вот это было как бы такое. Вот то, что Шавелла мне включила закрыть это все. И увидев пример Шавелла, айтады ғой, услышьте историю, да, лидеров, и если у него так получилось, значит, у вас получится. И сол кезде Шавелла уже борт, она бәрі в каком она замке, да, живет. И я, когда это увидела, ее видеоролик, и она историясын айтқанда мен жылап, я сказала, все, с этого момента я это все закрываю деп. И буквально 2 айдың ішінде я открываю топовский ранг. И машину купила за нал, и смогла все закрыть. Супер, молодец. Здесь был вопрос. Напишите, пожалуйста, просят название фильма, можно в этом написать? В нашем чате, который здесь. Про богов, говорит, фильм про богов, который смотрели. Бог богов Махадев. Шива. Шива, наберите фильм Шива. Давайте, Фильм. тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Ага, пока вопросы задаете, давайте, вот я написала в комментариях, Шива просто наберите. Бог Шива, да? Это буддийский бог, индийский. Вот смотрите, я хочу вам сейчас скинуть, я тоже скину это в этот, чтобы вы посмотрели. Сейчас. Есть классная, можно прям закрыть глаза или прям смотреть на экран. Вот сделайте вот так на это видео с Ютуба, я сейчас ссылку отправлю в чат, в этот, сюда, да, в чат, в Zoom. Отправлю. Вот сохраните его. Да, сейчас несколько раз буду отправлять, потому что, наверное, кетіп қалады. И вот смотрите, вот надо будет включить, вот сейчас прям после вот утра, да, вот как раз классное время наполнится. Посмотрите, это вот от меня такое, да, как бы направление, что вы немножко помечтали.
и вспомнили, о чем ваши мечты. Потому что адам тұрғанда өзін ұмытып, өз цельдарын ұмытып, ради детей живут, ради мужей живут, ради чего-то живут, да. А надо вспомнить, о чем ты мечтал, да. Может, кто-то это видео видел, оно называется «Мечтай». Можете в Ютубе набрать, да. «Мечтай». Но я вот еще раз сейчас скину ссылку. Посмотрите, оно где-то 10 минут идет. Я думала в эфире, но мы сейчас не сможем, да. Прям пройдите по ссылке, закройте глаза или прям включите на весь экран. И вот смотрите, и прям на громкость поставьте и начинайте прям слушать. Слушать и прям вот ішкі дүниеңізбен, да, вот прям с душой прям проникнитесь в это видео. У вас действительно, у меня, я его часто смотрю, айтады ғой, ну, как бы каждый раз нужно вот, ну, промежуточные цели вот эти свои обновлять, да. И вот именно это видео, оно мне всегда помогает вспоминать, о чем я мечтаю, да. Вот такое от меня такой презент, наверное, утренний. Я люблю медитировать, я люблю работать именно, да, с состоянием. Соответственно, очень важно наработать вот это правильное свое состояние. Ішкі дүниеңізді дұрыстау керек. Уборку надо внутри делать, да, а не снаружи. Не людей менять, а себя менять. Когда мы себя меняем, и люди сами просятся в мою команду. Действительно, вот то, что я бағана айтқандай, сейчас у меня вообще нету такого. Я говорю, мне нужно в этом месяце сделать +5. И в этом месяце как-то эти +5 появляются. Вот так надо создавать свою реальность, понимаете, через свои запросы. Вот. Қандай сұрақтарыңыз бар ма? Еще раз продублирую. Кто не сохранил, или в Ютубе наберите, если вдруг не найдете, «Мечтай». Микрофондарыңызды қосыңыздар, қосып сұрақтарыңыз қоюларыңызға болады. Бола ма? Да. Рома. Әсел ханым, бүгінгі сабағыңыз өте керемет болды. Мен сондай қуанып жатырмын. Мектептегі керемет бір мұғалімім бар еді. Сіз айтқан двоечник пен отличник туралы. Сол мұғалім әлі кеше маған физика сабағынан берді, и математик мұғалім бар. Сонда сол кісілер бірден білетін двоечник кім, отличник кім деп. Сондықтан жаңағы сіз ішкі дүниені біліммен толтыр деп жатырмыздар. Міне ең керемет адамдық қасиетті. Мен сізге өте қуанып отырмын, Әсел ханым. Мен бір сондай жаңадан бастап жатырмын. Мені кіріп жатырмын. Класстасының арқасында. Сондықтан мен инфрузда келгеніне өте мақтанышпен қараймын, алға қарай талпыныс жасаймын. Сіздер маған шабыт беріп жатсыздар, алға қарай сүйреп жатсыздар. Осы эфирді пайдаланып мен Анар ханымға, Зәлдәгүл ханымға, Бейбітнұр ханымға көп рахмет алғысымды айтамын. Алдыңғы белестерге өрлей бергендер. Алла тағала сіздердің жолдарыңызды берсін. Сәлеметсіз бе, Әсел? Керемет, рахмет үлкен. Қандай керемет үлкен, ағаларымыздан да осындай обратный связь алып жатырмыз. Өте қуаныштымын, рахмет сізге. Сәлеметсіз бе? Сұрақ қоюға бола ма? Әсел ханым, сәлемет. Сұрайын дегенім, сіздің жалғыз қызыңыз, енді оны артыңыздан член клуба или партнер клуба қып жазғыздыңыз ба? 18-ге толды ма? Қазір ол бірінші круизында 8 жасында барды. Да, 7-8 жасында барды. Қазір 5 круизда болды, қазір жасы 14-те. И енді қазір 9-шы класс оқымай ма? И сол кезде былай сұраймын, Анкара, чем ты будешь заниматься деп. Я говорю, ты выбрала себе профессию вообще? Кем ты будешь в этой жизни? Десем, мама, я буду инкрузис. 18 мне исполнится, я сразу буду в инкрузис. Это мой будущий партнер. Через 4 года зайдет. Да, будущий наследник. Ну и она говорит, нет, я буду заниматься инкрузисом. Я будущий борт қой. Да. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Сіздерден өтініш бір-бірлеріңізге кедергі жасамай сұрақ қойып жатқанда қасына жағаласып сөйлемей дұрыс естілмей де қалып жатыр. Сондықтан сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Менің сұрағым бар, қоюға бола ма? Қойыңыз.
Асель, сіздің бүгінгі таңда қанша теньговый миллионеріңіз бар неңізде, командаңызда? Получается, мен командамда қазір 800 адамдай. Оның ішінде мен национальный директормын, командамда национальный директор бар. Ол Балхаш қаласынан Гүлнур Тамаш деген гинеколог, өзі гинеколог болып до сих пор работает и параллельно еще инкрузис жүргізеді. 5 баласы бар, да. Бір топ-лидерім бар. Содан кейін сеньор маркетинг директорларым бар Астана қаласында, Алматы қаласында, да. Получается, менде 3 основной ветка и қалғандары ол менде андай маркетинг директорларда енді өсіп келе жатқан, да. Получается, вот мен айтам ғой, наставниктан андай сұрақтарды қойғанда тоже надо фильтровать, да, какие вопросы вы задаете. И мен партнерларыма былай айтам, да, наставниктарына сұрамаңдаршы, как круиз бронировать, как карточку заказать, да. Спрашивайте у них такие вопросы, как интернационального открыть. Мен Данадан всегда былай сұраймын. Аселя, ой, Дана, а вот когда ты Интер открывала, вот сколько у тебя было топ-лидеров и сколько у тебя было, ну, там, веток, да? С какими рангами, с какими людьми ты открыла? И где у нее, оказывается, был один топ-лидер, это Айнур Досмурза, да? И дальше у нее были сеньоры, одни сеньоры. И благодаря этому вопросу я поняла, чтобы открыть Интера, не обязательно иметь миллион топ-лидеров. Конечно, хорошо, когда есть топ-лидеры, да, там, в ветках твоих. Супер, это наша цель. Но, оказывается, можно открывать. И у нас вот Куралай открыла регионального чисто с маркетинг-директорами. Понимаете? Соответственно, все возможно. И вот любые вариации надо принимать. Ответила на вопрос? Сейчас у меня один топ-лидер, и у нее директоров много, сеньоров много, да. У меня сейчас в команде директоров сидят 26 человек. 26 человек – это директора, да, в команде. Супер. Так. Можно вопрос? Ушли из банка? Когда ушли из банка? Уволилась с банка на 7-й месяц. Получается, 7 месяцев я совмещала инкрузис и банк. Банк, там было сложно. В плане, я не могла в 6 там уйти, да, но вот это обеденное время, допустим, час, да, там, с 13 до 2, вот это время я за 5 минут кушала, за 55 минут звонки делала, хотя бы одну презентацию проводила. Вечером старалась встретиться с партнерами, куда-то сходить, презентацию провести. 7 месяцев она все свое вот это время вне банка я посвящала инкрузис ради того, чтобы быстрее уволиться с найма и жить вот такую свободную жизнь. На 7-й месяц. 7 месяцев я совмещала. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Қайырлы таң, саламатсыздар ма? Әсел ханым, менде мынандай сұрақ. Бағана өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, отказдар обязательно болады деп. Сол отказдарға қайталап баруымыз керек қой, иә? Керек па? Барған кезде қандай сөздермен бастаймыз, қалай әңгімемізді бастаймыз? Алдындағы берген презентацияны қайталасақ оған ол қызық болмайды ғой. Сол жағын кішкене консультация ретінде. Қараңыз, вот так вот я делала. Вот смотрите, мен бастағанда я рассказывала всем. Неважно, это будет родственник или холодный контакт, или кто-то с Инстаграма, да. Бәріне айтам. Бірақ айтқанда енді я не застревала, андай партнерлар болады ғой, 5 адамға презентация өткізеді. Сол 5 адамды дәптеріне жазады. И соларды мне мынау январда кірем деді. Бір партнерім бір рет айтады. Я, говорит, презентацию провела. Ол ноябрьда кірем дейді. Жазғы уақытта, она говорит, ноябрьде кіреді, енді соны тосам, говорит, ноябрь кетін. Я говорю, ты что? Тю-тю, как до ноября сидеть и ждать одного человека? Вот надо, я вот так всегда говорю. Вот смотрите, вот просто цель надо ставить. В месяц я провожу, вот күніне бір презентация өткізсеңіз, айына ол 30 презентация. 30 презентация, это значит 30 посадили
семени, да, допустим, морковку посадили, 30 семян морковки, да, и эта морковка может вырасти через месяц, одна морковка, вторая морковка через год, третья. Важно просто сажать много семян. Много презентаций — это много семян. Тогда, когда вы много презентаций проводите, вот почему у меня, допустим, вот в том месяце 3 человека зашли. Потому что когда-то я посадила семена, и эти семена, они до сих пор дают, ну, кто-то вот только начинает, да, вышел и подписался, да. Соответственно, мен бір адамға қарап никогда отырмайтын. Ол адам, мен вот просто вот живой пример. Начальник отдела у меня был, есть, ну, Улан, да, его зовут. Мы в банке работали, вот последнее место он меня принимал. Я его приглашаю в 2019 году, после круиза. Сол кезде я прям на тревел его позвала, это, да. И содан кейін ол маған айтты: Аселя, у меня сейчас есть задачи, я пока не готов, но зайду попозже. Я такая: ага, хорошо. Я его оставила, пошла сажать другие семена. Потом он, представляете, в 2020, в каком году? В 2023 году он ко мне сам звонит. Он говорит: Аселя, я видел, я все готов, отправляй меня в круиз. Я еду к нему, провожу ему, я говорю, завтра приду к вам в офис. Захожу к нему в кабинет, я говорю: давайте, за это время уже забыли, что-то поменялось, проведу заново презентацию. И он мне говорит: нет, Аселя, я тебе доверяю. Я же вижу в твоем инстаграме, что ты каждый день в инкрузис. Я же вижу все твои результаты. Давай, просто регистрируй. И вот он в тот же год поехал в круиз, сейчас выезжает уже в 3-й круиз. Но видите, я его пригласила в 2019 году, но он зашел в 2023. Если бы я его все это время ждала, то тогда, получается, мой результат, мой ранг, мой борт зависит от Улана, что ли? Понимаете, ну, это, ну, в продажах так не работает. Вы должны просто следующая презентация, да. И вот и потом есть такие партнеры, которые говорят: вот у меня не получилось открыть маркетинг-директора. Я говорю: ага, понятно. Я говорю, чтобы маркетингом стать, сколько надо? Ну, с нуля, там, допустим, 6 премиумов, да, за месяц, окей. Я говорю: а ты сколько пресс провела? Он говорит: 5. Я говорю: ну ты даже 6 не провела. Как Всевышний может тебе дать, если ты, ну, не сделала, ну, свою часть, да? Нужно провести 30, из них придет 6, 100%. Ну, когда я проводила там своим, 7 проводим, 7 заходит, да. Ну, разные случаи бывают, но надо больше презентаций. Нет презентации, нет результата, 100%. Просто одну презентацию научитесь проводить в день, все, будет вам успех. И завтра, когда вы будете лидером, эти люди будут сами проситься к вам. Спасибо большое. Спасибо. Супер. Так. Әсел ханым, сәлеметсіз ба? Мгм. Мен сразу үш сұрақ қоя салайын деп тұрмын. Сіз жаңағы банкте жұмыс істедім, 7 айдан кейін жұмысымды тастадым дедіңіз ғой, сол кезде сіз қандай рангте болдыңыз? Ну, Бірінші я вообще сұрақ. так не рекомендую. Ну, сейчас у нас намного легче же стало. Но тогда нам, чтобы сеньора открыть, нам нужно было 100 человек в команде, да. А чтобы маркетингом стать, надо было 30 человек в команде. Мен сол кезде өзіме маркетингті 4-ші айда аштым. Бірақ 30 адамнан 100 адамға дейін для меня андай пока алыстау болды да, қиындау болды да. Сондықтан менің 6-ші адамым мамам болған. Сол мамама маркетинг директорды аштым. Сол кезде где-то менің доходым где-то $500, и мамамның доходы где-то $300, 400, $500. Сол кезде екі доходты қосқанда $1000 екі аккаунттан алып отырдым. Бірақ мамамның аккаунтын мен өзім жүргіздім. Бірақ пандемия уақытында мамамды партнерстводан алып тастадым, потому что там уже немножко у меня этот спад пошел, да, в бизнесе. И екі аккаунтты жүргізген өз опытымнан білем, өте қиын.
Сондықтан я сейчас чисто как только я сфокусировалась только на своем аккаунте, в этот момент бизнес пошел. Ну, именно сол уақытта маған сол шешім көмектесті. Оған да рахмет, да, что мен маркетинг болдым, мамамның маркетингі, мамамның маркетингін, оның кабинеті болса да, мен өзім өз адамдарымды регистрация жасадым, өзім жүргіздім ол кабинетті. Но я так не рекомендую. Лучше один аккаунт свой иметь. Вообще, Можно всегда, вот вопрос задать? смотрите, вот так посмотрите, ага, сейчас минуточку я дополню. Вот смотрите, вот допустим, вы зарабатываете $1000, да, на своей зарплате в найме. Теперь посмотрите, какой ранг у нас в клубе надо достигнуть для того, чтобы зарабатывать более $1000. Чтобы вы же не уйдете просто, да, ну, там, если нету, да, потом на что жить, допустим. Для меня этот был вопрос важен. На что жить, как ребенка своего, да, обеспечивать. Соответственно, я посчитала, вот почему говорят, изучите маркетинг. Потому что маркетингті білмегенде, сіз санауды білмейсіз де, қай рангта мен машина сатып ала аламын, қай рангта мен әкеме машина сатып ала аламын, қандай доходпен мен мына бонусты осындай ақша таба аламын, да, қай рангта мен жұмыстан шыға аламын деген сияқты. Оны маркетингті санау білу керек, обязательно. Оны санау білмесеңіз, ол опять сізге двоечник бала болып отырасыз. Ага, давайте еще один вопрос и будем завершать, да? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Естіп тұрмын. Білейін дегенім, сіз Алматыда тұрасыз ғой, сіздердің командаларыңыздың жиналатұғын мекен-жайларыңыз қай жерде? Я вообще... Тірі кездескім келіп отыр. Күшті. Мен вообще каждый суббота сайын travel завтрак өткіземін, да, ол любой команда келе беруге, да, болады. И вообще мен күнде мен кафеларда жақсы көремін жұмыс істеген, да. Гагарина Ходжановада бар бір кафе, Гагарина Ескараевада да бір кафе бар. Сол Гагарина Мега Роза Бакиеваның маңайында все кафе, это мои кафе, туда захожу как в свой дом, да. Сол жерде могу бір кафеда до обеда работать, потом на второе кафе встречи сделать, сондай. Афишалар чатта болсаңыз, обычно у нас рассылку делают. Или подпишитесь на мой инстаграм, и там можем, да, какую-то локацию могу. Асель Асылбек деп жазсаңыз, инстаграмда менің дайрагыма жазсаңыз болады. Асель Асылбек. Афишаларда сториска... Ну, личный номер не буду давать, но дам инстаграм, и через инстаграм можете, вот, Асель Асылбек, инстаграмға, может, кто-то поможет вам написать, и там мы скоординируемся, и айтам, да, қай жерде кездесуге болады, қай уақытта travel завтрагым болады, сол жерден көре аласыз. Эфиріңіз өте тамаша болды. Рахмет. Табыстан жете беріңіз. Сізде әдемі қызы бар, сіздің мамаңыз, наверное, бақытты, кереметтей, наверное. Сосын кейін таргет жайында білейін деп едім, оны енді сіздің өзіңізге жеке барып сұрамасам, таргет деген не екенін білмейді екенмін. Таргет деген ол реклама ғой. Тиктокта реклама жасайды қазір неше түрлі, да, реклама жасайды ғой, там киім болсын, дәрі болсын, дәрмектер, витаминдар болсын, саяхат болсын, да. Инстаграмда, тиктокта қазір отырады ғой, рекламаларға заявка тастайды, да. И сол кезде ол адамдар өздері сұрайды, да, как так можно путешествовать деп. Сол сияқты. Көп рахмет. Аман бол. Бүгін енді ерекше эфир болды бізде. Біздің қонағымыз. Можно вопрос? Давайте еще один вопрос и будем завершать. Есть ли у вас запись вашей презентации на Ютубе или где-то у вас, я не знаю, может, какой-то видеоролик в WhatsApp, который... Да, есть моя в YouTube-канале. Я могу потом, ну сейчас я не найду, наверное, в YouTube-канале можно попросить ссылку. Я проводила как-то вот марафон, и там записывала, да, вот как правильно проводить презентацию. Я обязательно скину. Супер. Скину в чат.
Бұл сіз егер де жіберсеңіз, если что, вы можете мне отправить, мен уже Да, бізде- мы же в чате сидим, в общем, жібере саламыз. бар, Или вот на мой инстаграм-страницу напишите, я там продублирую, да? Если вдруг, потому что чат-то тоже иногда какая-то информация теряется, не находится и так далее. Вот еще раз продублирую свой инстаграм. Сегодня вообще было великолепно. Я же арқан бәрі терлеп сижу, прямо уже как будто после... Біздің бәріміз қанша энергия алып, мен деген бір жерде отырмай, балаларды сабаққа оятып жүрмін арасында. Эфиріміз өте жақсы, керемет болды. Инкрус дегеніміз бұл жай ғана саяхат емес, бұл біздің күнделікті өмір сүріп жатқан өміріміздің өзгеруіне алып келетін бір компания. Мақсатымызға жеткізетін, мүмкіндіктерге алып келетін, мүмкіндіктердің әлемі болып саналады. Еркін өмір сүру да, өзіңіз айтпақшы. Басқа адамдарға да сол мүмкіндікті беруге біз әрекет жасаймыз. Адамдар да сол басқа кісілерде осыны сезінсе екен, көрсе екен, барса екен деген ниетіміз басқаша. Сондықтан Әсел, сіздің бүгінгі эфирді жандырып жүргізгеніңізге мың алғыс. Аллам жеңілімен қысқа мерзімде интернациональный директор болуыңызға тілектеспін. Аумин. Жұғысты болсын сіздің рангыңыз. Сахнада, рахмет, үлкен халықаралық сахнада сізді Майкл Хатчинсонның өзі марапаттап, сізге признание жасағанына тілектес боламын мен. Сондықтан біздің қонағымыз өз өмірінің тәжірибесінен, өз өмірінде жасаған іс-әрекеті, нәтижесі, қай жерден шықсаң да, қай жаста болсаң да, үлкенсің ба, кішісің ба, өзгерістерге дайын тұру керексің деген нәрсені түсіндім. Қаншалықты сіздің бұл даналығыңыз ғой, шындығы керек. Әрбір адамның ойыменен, сөзінен білесің, адамның қаншалықты даналық екенін. Сондықтан сізге мың алғыс. Осы жердегі бүгінгі бүкіл Инкрус компаниясының мүшесі, қонақтары, жаңадан бастап жатқан кісілер бар. Өзіңіздің бір насихатыңызды айтып кетсеңіз, соңғы сөзіңізбен тамамдап. Енді көп нәрсені айтып жатырмын, бастауыш партнерларға, вот именно бастауыш партнерларға айтады ғой, ең қиын бастаған кезде ең қиын уақыт болады да. Ол қиын уақытты мен де өттім, Айгүл Мұратбаевна да өтті, каждый лидеріміз өткен. И именно сол басқа этапта біреу отказ жасап жатса, біреу бір нәрсе болып жатса, біреу жоқ деп жатса, біреу жамандап жатса, оған сынбау, үлкен мақсатыңызды алдыға қойып, именно сол мақсатыңызды ғана ойлап, сол дәрежеге мен жете аламын деп өз-өзіңізге сеніп, өз-өзіңізді мықтылап сөйтіп жүрсеңіз, сол дәрежеге обязательно 100% жетесіз. И вот даже қазір міне национальный болып, мен өз сол басқа этапыма былай артқа қарап, өзіме қарағанда, андай айттым ғой бағана, гордость деп. Сол кезде тура сондай гордость болады, что мен отказға сынбадым, қандай ситуацияларға берілмедім, осы мақсатыма жеттім, и самое главное, өзгердім. Менің ішкі дүнием өзгерді, өмірім өзгерді деген өзіңізге сондай сөз айтасыздар. И вот это самое ценное, это когда вы сами себя признаете, благодарите и любите. Вот это самое важное, что должен прийти каждый человек, да. Вот басында сынбаңыздар. Сол сынбаған жақсы шаққа жеткізеді, 100%. Вот сондай сөз сізге айтқым келеді. Каждыйымыз борт болуға, да, мы достойны этого. Достойны. Просто біреу сенеді, біреу сенбейді. Вот сеніммен мен бортпын деп айтыңызшы. Я есть борт-директор. Мен таңғы таңертеңім сол сөзден басталады. Я есть борт-директор. Я есть богатство. Я есть изобилие, да? Вот именно өз-өзіңізді соған сендіріңіз, что сіз боласыз. И сол кезде ол просто келеді, әйтеуір сәтімен келеді. Өте керемет, мың рахмет, Әселечка, Алла разы болсын. Сол барлық жақсылық тілеймін, борт болуыңа, қысқа, жеңіл жолменен қысқа мерзімде борт бол. Амин, таңғы ризығымыз, не дейді, таңертеңгі батамыздың бәрі қабыл. Сондықтан бүгінгі эфирімізді күшті шабыт алдық деп ойлаймын. Терең және мағыналы әңгімелі болды.
Әселектің өзінің қазақша қандай әдемі керемет сөйлейді. Шын айтайын, мен ойламаппын қазақша сөйлейді деп ше, мен ойлағам қазақша біледі, бірақ в основном орысша сөйлейтін шығар деп. Сондықтан әрқайсыңыздың жүрегіңізге жеткенін деп ойлаймын, шабыт алдыңыздар деп ойлаймын. Бүгінгі күндеріңіз барлықтарыңызға шабытты болсын, бүгінгі күндеріңіз барлықтарыңызға береке болсын, берекелі болсын. Армандарыңыз орындала берсін. Саяхаттағыңыз келсе, табысқа жетемін, өмірімді өзгертемін, жаңа бір жолдан бастаймын десеңіздер, әрқашанда инкрузды өзгертпей, осы инкрузбен бір жолмен жүріңіздер, барлығы орындалады. Рахмет Жансұлу, Әселочка, үлкен рахмет. Сізге үлкен рахмет, сізге де алғысымды айтып жіберейін тезірек. Айгүл Мұратбаевна, интернациональный директор, сіздің рангыңыз бізге жұғысты болсын. И действительно айтады ғой, делай свою часть, Вселенная, Всевышний сделает свою часть деп. Сіздің таңғы ризығыңызды всегда көріп жүремін. Қандай сауап алып жатсыз? Таңертең бағана 400 адамнан аса адам болды. Ол біздің партнерлар. Дамимын, өзімді өзгертемін дейтін, өмірімді өзгерткім келетін дейтін партнерларға сіз қандай сауап көмек жасап жатсыз. Алла тағала оның бәрін көріп отыр. Ертең исполнительный директорды, алатта бор директорды бір күнде бұлай форточкадан да бере салады. Рахмет жаным. Барлық халқымызға, қазақ еліне игілігіне болсын. Қазақ аудиториямыз білімсіз қалмасын. Әрбір спикерден кішкене болса да білім алса, өзіне менің деген оларға қосқан үлесім, лидерларымыздың, спикерларымыздың қосқан үлесі бәрімізға сауабымен жаза берсін деп таңғы ризықты бастағанымыз. Барлықтарыңызға игіліктеріңізге болсын. Люблю, рахмет. Рахмет Жансұл. Әсел ханым, сіз жаңа айттыңыз ғой, заполнить свой день чем-то, чтобы не страдать дедіңіз ғой, сол сөйлемді айтып жүріңізші. Я вообще в потоке говорю, не запоминаю свои слова. Надо заполнить свой день чем-то, да? Нужно заполнить свой день действиями, много действиями, чтобы не было вообще времени. Отыруға, айтады, мама всегда айтады, сіңгіруге уақытым жоқ деп, да? Чтобы не было времени сидеть и там херней страдать даже и думать. Сіз жұмысқа толып кетсе, мына жерге бару керек, ой, ана презентация, мына презентация, ой, ана вебинарға кір. Уақытыңыз болмайды ғой ол. Мен жаманмын, маған адам келмейді, маған отказ жасайды дейтін ойда келмейді. Уақытыңыз болмайды ол ондай ойға. Солай толтыру керек сол уақытыңызды. Рахмет сіздерге. Все, бәріңізге рахмет. Все, пока-пока. А то, кажется, мы так и не попрощаемся с вами. Благодарю. Сау болыңыз, сәттілік тілеймін. Сау болыңыз, всех люблю. Бортқа жетіңіз. Бәріңіз борт. Сау болыңыз. Айгүл Мұратбаевна, көп рахмет. Керемет болды. Айгүл Мұратбаевна, сіздерге рахмет. Каждый борт. Көп рахмет.